арасында. Сәлемдесу ортада Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті Аграрка КВН командасы. Қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар. Біз қарапайым астаналықтар болғандықтан кейін, қарапайым жатақханада тұрып, елордамыздың намысын қорғайтын командамыз. Көп созбай ойынымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Достар, назарларыңызға бір оғы бар тонаушылар банкты тонауда. Тамашалаңыздар. Жатыңдар, бұл тонау! Қымбат достар, мұрты бар қызбен жүретін жігіт. Қымбатты көрермендер, назарларыңызға бір оғы бар тонаушылар, 2. Жатыңдар, бұл тонау! Сен де бар ғой? Қымбатты көрермендер, назарларыңызға ерекше әзіл. Көріңіздер, 2 тарақан. Көрініс, театр әртістерінің жан ұясы. Әке, жадыраған көктемнің, күннің шуағына шығып, табиғаттың аясында достарыммен футбол ойнасам қалай қарайсыз? Әгерекей, кім-дегім, Алтайдың ар жағынан Қытай добын жарып алып келетін болсаң, үйге оралушы болма. Анашым, телефонымдағы жалбыраған соңғы бірліктерім бар еді. Ол да таусылып қалды, маған бірлік берші. Балам, құлыным, саған бірліктерді қайдан тауып берейін? Өзім 133-пен жүрмін. Осы залда маған бірлік беретін адам бар ма? Экстра баланс! Мен бақыттымын! Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дегенде өзінше түсінетін жігіт. Қымбат достар, баршаларымыз білеміз, қазіргі таңда білім өте қымбат. Онда болмаса тамашалаңыздар, бір жанұяда болған қызықты жағдай. Сәлематсыз ба? Сіздің Гаухар деген қызыңыз. Үлкен ғой. Біздің Дастан деген ұлымыз енді жастарға ұнатып қалып еді. Қысқаша айтқанда алып қашып кеттік сіздің қызыңызды. Студент қой деген оқу бар болды. Оқуын уайымдамаңыз, өзіміз төлейміз, бәрін қатырамыз. Ой, айналайын құдалығымыз 1000 жылдық болсын кәмелей. Ама, қашып бердім. Ой, қоршалып барамыз дейді. Құрметті достар, әр аймақ өз мақтанышы бар. Мысалы, Алматы таулармен мақтанады, Көкшетау табиғатымен мақтанады, Атырау мұнаймен мақтанады. Ал біз болсақ, Астана, сіздер ойлағандай бәйтерекпен емес, біз болсақ аграркамен мақтанамыз. Неге десеңіздер? Өйткені көшеге барсан, таксиге отырсан, жүргізуші аграрканыкі. Мейрамханаға барсан, официант аграрканыкі. Тойға барсан, тамада аграрканыкі. Түнгі клубқа барсан, охранник аграрканыкі. Министрлікке барсан, парламентке барсан, депутаттар аграрканыкі. Біле білсеңіздер, президентке болған үміткер Жамбыл Ахметбеков, ол да аграрканыкі. Кім? Жамбыл Ахметбеков. Кім? Жамбыл Ахметбеков. Ей, жаны сау. Рахмет, сіздермен болған аграрка.